Қазір біздің орталыққа мен қатты құрметтейтін кісілердің бірі келе жатыр. Ол бұрынғы балалар ауруханасының бас дәрігері. Бұрынғы облздрав, яғни облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы. Бұрынғы облыс әкімінің орынбасары. Тізбелей берсе өте көп, бірнеше қызметтерде болған Қызылорданың қызы, қазірде Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Ақмарал Әлназарова. Ана сенің ақ жүрегің, мейірімнің мекені, балаң түгіл, далам түгіл, бәрі сыйып кетеді. Бірақ тамшы ақ сүтіңнің табылар ма өтеуі? Ана сенің әлдиіңе қандай әуен жетеді? Ана сенің бір талап ақ шашыңда бейнет барау татитын мың ғасырға. Ана сенің бір тамшы көз жасыңда мұхиттан да ауыр мұң бар расында. Бақытты өмір тарту етші Тәңірім, бізге өмір тарту еткен асылға. Бақытты өмір тарту етші Тәңірім, бізге өмір тарту еткен асылға. Ақмарал Шәріпбайқызы, мынау жаңадан Қызылорда қаласында, Қызылорда облысында бой көтерген анаға тағзым орталығының тыныс тіршілігімен өзіңіз танысып шықтыңыз. Аймақ басшысының қолдауымен, идеясымен дүниеге келген осы орталықтың жұмысы жайлы сіздің пікіріңізді білу бізге маңызды. Өзіңіз айтып жатырсыз, бүкіл республика бойынша үшінші болып облыс орталығында осындай орталық ашылып жатыр. Жаңа енді өздеріңіз жарты сағаттың ішінде негізі қаншалықты қыруар жұмыс атқарылып жатқан. Оның ішінде енді бұл орталықтың өте потенциалы жоғары екеніне көзім жетіп отыр. Енді өзіңіз басқарып отырсыз, облыс әкімінің керемет қолдауы бар. Негізі енді Сыргелі қашанда туу көрсеткіші жағынан Қазақстандағы алғашқы бестікке кіреді. Көпбалалы аналарымыздың саны да осы біздің облысымызда көп деп айтуға болады. Сондықтан енді осындай орталықтың Қызылорда облысының ортасынан ашылғаны кездейсоқ нәрсе емес екеніне мен көзім жетіп отыр. Сонымен қатар жаңа енді өздеріңіз көрсеткен жұмыстардың барлығында бір бүгінгі таңдағы енді қоғамдағы болып жатқан проблемаларға бір жауап ретінде сол проблемаларды шешуге арналған жұмыстарыңыздың бір бағытын көріп отырмын. Оның үстіне соншалықты анаға деген құрмет Қызылорда облысынан басталатын сияқты. Сондықтан осы орталықтың ашылып жатқаны, осы орталықтың анаға деген негізі құрметі, болашақ анаға деген көмегі, негізі қыз баладан бастап осы әжеге дейін бүкіл әйел адамның өмір бақи атқаратын өзінің рөлдарының барлығын осы жерде көріп отырмыз. Қыз баладан бастап соны әжеге дейін қалай атқару керек, бұл үлкен тәрбиесі, тәрбиелік маңызы зор орталық деп ойлаймын. Қызылорда облысы қашанда рухани орталық, қазақ үшін бір жақсы нәрсе болып жатса, рухани, мәдени саласына байланысты болып жатса, сол Сыргелінен әрқашанда басталып жатқанын біз өзіміз білеміз, оны үлкен мақтанышпен айтып жүреміз. Сондықтан осы орталықтың Сыргелінде бой көтеріп жатқаны, қысқа уақытта көтеріп жатқаны
Бұл енді біріншіден облыс әкімінің тікелей қамқорлығы, осы болашақ ұрпақтарға деген қамқорлығы, себебі тек қыз бала немесе ана емес, ана бір қолыменен бесік, бір қолымен әлемді тербетеді деген қандай керемет сөз. Шын мәнінде де анаға байланысты, болашақ ұрпақтың сапасына байланысты қазір президентімізде адами капиталына өте үлкен мән беріп жатыр. Білім болсын, денсаулық болсын, ғылым болсын. Сондықтан кез келген мемлекеттің ең үлкен байлығы ол халық. Ал халықты адам қылып қалыптастыратын адал азамат, мемлекетіміздегі бүкіл әр азаматымыздың адал болуы, бұл қазір енді бір үлкен президент тарапынан қойылып отырған тапсырма ретінде деп те айтуға болады. Сондықтан осы орталықтардың маңызы сонда, себебі ертеңгі күні ананың тәрбиелеп отырған азаматтары осы билікке келеді, мемлекеттің жұмысына араласады. Сондықтан мемлекеттің болашағы бұл ананың қолында десек, қателеспейміз. Сондықтан осы орталықтың осы мағынадан қарасақ, енді рөлі өте жоғары. Сондықтан бұндай орталықтар әр облыстың ортасында болу керек. Аудандарда өзінің бір бөлімшелері болу керек деп ойлаймын. Сол кезде шын мәнінде де біз ұлттық идея іздеп жатамыз, идеологияны сынап жатамыз, идеологиямыз нашар, не деген идеология осыдан басталу керек. Жалпы еңбекті өзіңізге етене жақын тұтып, елдің аманатын арқалап елордада жүрсіз қазір. Жалпы енді сіз қазір саясатта жүрсіз. Өзіңіз қазір қандай анасыз? Сол турасында білгіміз келеді. Ең бастысы мен анамын. Мен осы әйел, ана болу деген мәселені ешқашан бір кенжелетіп қойған емеспін. Себебі ең басты әйел адамның рөлі ол осы дұрыс мемлекетке ертең өз үлестерін қосатын, дұрыс азаматтарды тәрбиелеу, балдарымызды дұрыстап тәрбие беру. Сондықтан мен жұмыспенен бірге осы отбасының берекесін алып жүруге, балдардың тәрбиесін алып жүруге, басынан бастап осы семья құрғалы бері алдыма сондай мақсат қойды. Сондықтан балдардың әр жетістігі мен тек қана өзімнің жетістігім, мақтанышым емес, осы бір жағынан үлкен жауапкершілігімді де сезінемін балдардың алдында. Әр нәрсеге үлкен жауапкершілікпенен қарауға тырысамын. Кез келген көтерілген мәселеге үлкен ұқыптылықпенен, жауапкершілікпенен қарауға тырысамын. Біраз мәселелер шешіліп жатыр, шешілмей жатқаны да бар. Сондықтан мен ойлаймын, енді әйел адамның, жас қыздар бар, жұмыс жасап жатқан, барлығын тең алып жүруге тырысу керек. Өзіңіздің анаңыз туралы айтыңызшы. Мен жаңа осы орталыққа келе жатқанда, анама келе жатқандай болып сезіндім. Анам көп болған жоқ дүниеден озғанына, 20-шы жылы 85 жасқа келгенде дүниеден озды. Бірақ анамыздың ең үлкен қасиеті бұл үлкен еңбекқорлық. Жастайынан бастап, осы кішкентайларынан бастап жұмысқа кірісті. 15-16 жасынан бастап медициналық училищеге оқуға түскеннен кейін санитарка болып жұмыс істеді, сосын акушерка болып жұмыс істеді. Каникулда мединститутта оқып жүргенде, каникулға шығатын кезде 2-3 күн бұрын звондап қояды роддомға, мен келе жатыр, мені сменға қойып қойыңыз деп. Сол кезде енді ең бастысы сол анасына көмектесу, бауырына көмектесу. Сондықтан осы өмірінің аяғына дейін анамыздың осы еңбекке деген өзінің көзқарасы бір ерекше болды. Екіншіден, анамның
енді әр адам анасы туралы сөйтіп айтатын шығар, иә, бірақ анамның жүрегі, махаббаты барлығына жететін тұғын. Анамызды жаңағы туған туысқандары болсын, балдары болсын, немерелері болсын, әрқайсысын бір жаңағы жалғызымдай болып көретін тұғын, әрқайсысын жағдайын сұрап, не қылып, сондықтан сондай нәрселерді жаңа анамыздан бізде көріп сіңіруге тырыстық. Анам енді акушер-гинеколог. Ол кезде енді 60-шы жылдардың басында ондай дәрігерлер санаулы. Сондықтан осы халықтың, оның ішінде осы сыр елінің қыз-келіншектерінің, аналарының дүниеге келген талай перзентханада жұмыс істеп жүрген жылдарында балдарының бір алғысының арқасында деп ойлаймын, жақсы өмір сүрді, 85-ке келді, бірақ әрине ана болғасын қимаймыз. Бір өмірге деген анамның өмірге деген махаббаты, бір қызығушылығы өте жоғары болды. Күні түні қолынан кітап түспейтін тұғын, томдаған кітаптарды оқып, қыста, жазда жаңағы сөйтіп киініп алып, қыста аяз кезде де таза ауа жұтуым керек, кітап оқуым керек деп сөйтіп өмірдің аяғына дейін енді кітап оқуыменен соңғы кітабы де осы Абайдың кітабы тұғын. Сол жаңа бір парағын қысып қойған жерінен сөйтіп сол кітап қазір менде. Сондықтан анамнан осы өмірге деген махаббаты, айналасындағы жүрген азаматтардың барлығына, балдарына, немерелеріне махаббаты мен жауапкершілігі, әрқайсымыздың балдарымыз, немерелеріміз немен айналысады, не оқып жүрсің, сабағың қалай, жоспарың қандай деп жаңағы біз ойламайтын нелерді 2-3 жыл бұрын, 2 жылдан кейін балаң оқу бітіреді, немесе жаңағы енді жан-жағына не қыл, не істейді, жоспарларың қандай, немесе сенің балаң жаңағы осындай өтпелі кезеңде переходной возрастта жүр, айналасын байқап қой деп сөйтіп барлығымызға да ақылын айтып, мейірімі шапағаты тек балдарына, немерелеріне емес, негіз осы туған туысқандарына бір тек танысып жүріп, сосын туған туысқандай болып кеткен азаматтардың барлығына сондай махаббаты жететін тұғын. Сондықтан өте сондай үлгі тұтатын азаматша болды. Анамыз жаңағыдай еңбек қорлығыменен үлкен абыройға жеткен. Сосын енді тағы бір үлкен қасиеті азаматын пір тұтты. Әкеміз осы КСРО кезіндегі еңбегі сіңген дәрігер деген атағын алды. Осы Қызылорда облысында бар болған 12 дәрігер, заслуженный врач Казахской ССР деп айтылады. Сондай атаққа ие болып, соны өзінің азаматы үшін өзі де қызмет жасады. Бізді қыздар ретінде соған үйретті. Папамыз шалбарының қыры осы жаңағы соң барын өтектеп, не қылып, сондай жұрттар қызығып қарайтын тұғын. Әкемізге де соның артында осы анамыздың еңбегі, анамыз жаңағы папамыз күндіз келіп бір сағат демалып кетсе, сол уақытта тамағын дайындап, несін шалбарын өтектеп, кішкентайымыздан бастап сөйтіп папамыз жарты сағат демалу керек деп, жаңағы аяғымыздың ұшымызбенен жүріп, сөйтіп, соң барлық анамыздың тәрбиесі ғой. Сондықтан осы өзінің ер азаматына деген бір махаббаты, қолдауы, ол кісінің білдіргені ерекше болды да. Сондықтан ол да біз үшін үлгі. Енді біздің Қызылордаға сапарыңызда осы сыр аналарына деген бір лебізіңізді жолдасаңыз. Ана деген жаңа келе жатып бірінші этаждан көріп жатырмыз ғой, да. Үлкен бәйтерек, бәйтеректің әр жапырағында осы әлем жер шарындағы ананың аты қалай аталады, сол аттардың барлығы жазылып тұр. Сондықтан ана деген өте қасиетті ұғым. Ең бастысы барлық қыздарымызға осы ана болу қаншалықты жауапты екенін, ана деген өзіне де, баласына да, жарына да
ата енесіне де өзінің әке шешесіне де жауап беретін. Сол үшін Құдай 40 жанды қылып жаратқан шығар бізді. Соның барлығын бірдей алып жүру үшін бізге ақыл керек, күш-жігер керек, денсаушылық керек. Сондықтан мен осы сыр елінің қыздарына, келіншектеріне, барлықтарына үлкен аналық бақыт, әйел бақытын тілеймін. Үйдің жұмысында, қоғамдық жұмысты да бірге алып жүруге тілектеспін. Балдарымыз тек қана қатарларын алды болсын деген өз балдарыма қандай тілек тілеймін. Осы сыр елінің әр баласына, сол баланы дүниеге алып келген анаға сондай тілек білдіремін. Сондықтан әр қазақтың отбасына, біздің сыр елінің әр отбасына бақ-береке қонсын, несібелеріміз мол болсын, үлкендеріміз аман болсын, ақыл тілеймін, сабырлық тілеймін, кішіпейіл болыңыздар. Ешкім одан жаман болған жоқ. Өзім де үлкен әулеттің келінімін. Сондықтан қазір енді әлеуметтік желіде неше түрлі жаңағы шығарып жатыр ғой. Бақытты, осы отбасыны бақытты қыламыз. Неге мен үйтіп айтуым керек, мен басқаша қылып айтуым керек, мен өзім бақытты болуым керек деген нәрселерді жас қыздар айтып жатыр. Бірақ әйел адамның қасиеті, осы ер азаматты атын шығаратында, атын өшіретінде, үлкен әулетке береке алып келетінде, берекесін қашыратында бұл әйел, келін. Бүгін келін болсаңыздар, ертең сол үлкен әулеттің үлкен анасы боласыздар. Сондықтан мен барлықтарыңызға жақсы ана болуға, жақсы қыз болуға, жақсы өнегелі келін болуды тілеймін. Осы уақытқа дейін жеткен жетістіктеріміз біздің алдымыздағы өмірден өтіп кеткен аналарымыздың тәрбиесі, солардың бізге тастап кеткен үлкен өнегесі, салып кеткен жолдары, сол жолдарды біз жалғастыруымыз керек. Өз ең басты үлкен жауапкершілік керек деп ойлаймын. Бұл біреудің келіні болады, ертең қолыма келген кішкентай келін осы үлкен әулеттің анасы болады деген үлкен жауапкершілік те керек. Сондықтан қыздардың, келіншектердің, біздің алтын құрсақты аналардың барлығына мен бақ-береке тілеймін, отбасыларыңызға аманшылық тілеймін, өздеріңізге денсаушылық, балдарыңыздың, өсіріп жатқан балдарыңыздың барлығын тек қана әулет емес, рахатын көретін, негізі елімізге бір тіреу болатын үлкен азаматтары болсын деп тілек айтамын. Ақмарал Шәріпбайқызы, жалпы мына үлкен мінберлерде елдік мәселелерді көтеріп жүрген Қызылорданың қызысыз. Біз сізбен мақтанамыз. Осы елдің, аналардың алғысына бөленіп өсіп өне беріңіз. Рахмет, рахмет. Ана сенің бір талап бақ шашыңда, бейнет барау татитын мың ғасырға. Ана сенің бір тамшы көз жасыңда, мұхиттан да ауыр мұң барасында. Бақытты өмір тарту етші Тәңірім, бізге өмір тарту еткен асылға.